деп айтсам екен, результат бар. Сол результатты бөлісе кетсеңіз. Не болды, қалай басталды? Басында менің қызымның баласының жаңағы несі басуы, аяқ басуы енді кесарево болды да, тамыр несі тігін енді жүретін тұғын аяғымен ше. 4 рет массаж алып, басында киста болды. Кесарево жасалғаннан кейін еще жаңағы сужение ма, басында несі бар, ісігі болды. Сосын бұны қызым, мама қорқам деді. 1 жастан бастап берейін дейді. Бірақ өзі емізіп жүріп ішті. Ішкен кезде бірінші несі 3 айында түсірді, басында өзгеріс жоқ, дәрі ішіп жатыр, дәрі берді. Екінші тағы түскенде 6 айында түсті, үшінші 9 ай. Не бердіңіздер? Аптеканың дәрісін берілді. Онан изменение болған жоқ. Мен осыны магний водородты бер дедім. 1 жасында магний водородтың 4-тен 1-ін берді. 4-тен 1-ін бөліп отты да, өзі примерно бөліп, неге. Немен берді дейсіздер? Банан, пюреге қосып береді, кашаға қосып береді, алмаға қосып береді. Баласы еще диагнозы бар, аллергический дерматит. Денесін бәрі бөртіп кетеді, кіттай тамақ жесе. Енді қызым михалат кезінде апельсинді көп жедім деді. Может, содан да, бірақ әкесі, шешесі, қызым мен күйеуі де жаңағы аллергетик қой. Сонан денесіне шығып кетеді, жаңағы бір нәрсе жесе, тәттілеу бір нәрсе жесе. Осыны ішкеннен кейін енді бар ғой, 3-ші айыма ішіп жатыр. Денесінің аллергиясы кетті. Кистасы жөндедіңіз? Қотырланып кеткен тұғын. Басының кистасы кешегіде 1 жас, қазір апрельский, май, июльде түсті ғой. Басында ештеңе жоқ дейді. Әлі де тоқтатпай бер. Бір ғана точка тұр дейді. Бір ғана точка. Кистадан қалғаны. Киста еще тамырдың қысылып қалған несі бар. В общем, 2-3 түрлі диагнозы бар. Дальше ішкізесіздер ғой енді. Дальше ішкіземін. Сосын развитиесі күшті. Жаңағы машинаның дөңгелегі түсіп қалса, соны салу, жүріп кетті. 1 жасқа толмай жүріп кетті. 1 жас, май, июль, август, 1 жас 4 ай. Уже сөйлейді жаймен деп, айтады, телефонмен бейтіп жаңағы не қылады. Енді ше, развитиесі күшті болып тұр. Мықты. Қызымның өзінің белінің грыжасы жазылып жатыр. Ол 4-ші айға қарап барады ішіп жатқанына. Грыжасы бар тұғын белінде. Сол результат. Енді ішіңіздер, кеңес берем, балаға қорықпаңыздар. Ешқандай жаңағы жұрттар компанияда андалайны магний водород туралы қарсы не айтып жатыр ғой. Не дейді? Наркотический вещество қосылған, біз ұйықтай береміз, адамның организмі ұйқыға қарсы болған кезде адам ұйықтайды. Сосын барып уже адам сол магнийге насыщенный болғаннан кейін барып қана уже нормаға келеді да. Ол жұрттың негативтерін тыңдаудың қажеті жоқ. Біз осы 21-ші ғасыр баттардың ғасыры. Адам жеп жатқанымыз синтетика, ішіп жатқанымыз дұрыс емес, табиғатымыз дұрыс емес, бәрі экологический, стрессте жүреміз, балдардың бәрі 2-ның бірі аутоиммунный, тағы да не гиперактивныйлар бәрі шетінен. Мен советую осыны ішіңіздер, ешқандай привыкание жоқ. Күніге біз нан жегіміз келе ма, сол қарнымыз ашып тұрады, сондай сияқты магнитті сонда іше беру керек. Ешқандай противопоказание жоқ. Ол Нобель сыйлығын 2-ның бірі алмайды. Бұның еще жаңағы биохакинг дейді, внутреннее омоложение, организм бұл ішіп жатқан адамдардың көбісі жасарып жатыр. Біздерге, тем более біз өзіміздің экологический зонада тұрамыз, тамағымызда дұрыс емес. Ішіңіздер, алыңыздар, сіздерге совет беремін. Көп рахмет сізге, Баян ханым. Ем болсын.